Елімізде 120 мыңнан астам адам ерікті. Олардың қатарында сіз де бола аласыз. Жалпы өзгеге көмек көрсету қиын болып көрінгенімен, ол оңай дейді біздің тілшіміз. Кезекті материалға назар аударайық. Волонтер болу әр адамның жүрек қалауы. Дегенмен де өз еркімен қоғамға пайдасын тигізуді көздейтін еріктілердің қатары жыл санап артып келеді. Күнделікті күйбең тірлікпен жан-жағыңызға жылу сыйлауға уақыт тапшы болса, біз сізге тамшыдай болса да көмек көрсетудің амалдарын айтатын боламыз. Бос уақытыңыз болып жатса, үй жануарларын паналату орнына келсеңіз де болады. Ұмытпаңыз, жануарларға да сіздің махаббатыңыз бен көңіл бөлгеніңіз қажет. Когда в прошлом году наш президент... Мемлекет басшысы өткен жылды еріктілер жылы деп жариялаған кезде адамдар жануарларға назар аудара бастағаны байқалды. Олар барлығын сезеді, кімнің жақсы ниетпен, ал кімнің басқа оймен келгенін біледі. Егер сіз оны асырап алып, қорғап, тамақтандырсаңыз, жай ғана жылуыңызбен бөліссеңіз, олар сізге бар сүйіспеншілігін сыйлайды. Мое желание пойти помочь. Ерікті болу өте оңай. Қажеті ұялы телефоныңыз, арнайы қосымшаны жүктеп, көмекке мұқтаж жанға қол ұшын созуға мүмкіндігіңіз бар. Бимаяйс қосымшасымен көзін ашар көретін немесе көз жанарынан айырылған жандарға бейне қоңырау арқылы көмек бере алсаңыз, ал амал қосымшасында жасаған жақсы істеріңізді және оған кеткен уақытты есептей аласыз. Кому-то нету книги для этого, да? Біреуде кітап болмауы мүмкін, немесе мүмкіндігі жоқ. Олар осы сайтқа кіре алады. Менің ойымша, бұл өте керемет қосымша. Әр студент немесе осы елдегі кез келген адам өзіне қажет қолдауды, қажет көмекті бір жерден таба алады. Бұл өте жақсы мүмкіндік. Мен Қарқын әлеуметтік тегін дүкеніне келдім. Өзіме қажет емес киімдерді тапсырмақпын. Сіз де осындай киімдер тапсыру арқылы аз қамтылған және тұрмысы төмен отбасыларға көмек көрсете аласыз. Сәлеметсіз бе? Қайырымды жандар киім-кешектен бөлек қолданыстан қалған тұрмыстық техниканы, ыдыстар мен балаларға арналған ойыншықтарды да тапсыруда. Осы 2 жылдың ішінде 25 мың адамға кішкене болса да көмегіміз көрсеттік. Олардың бәрінен осы қаламыздың жанашырларымен, филантроптардың арқасында сол кісілер бірін-бірінен естіп келіп атады. Сол кісілер айына бір 70 мыңға жуық заттар келеді. Сіздер байқағандай ерікті болу өте оңай. Қоғамдық көлікте орын беру, ауыр сөмкені көтерген апаға көмектесу, жол сұрасқан жанға нұсқау беру, көшедегі жануарларды тамақтандырудың өзі волонтерлыққа жатады. Сол себептен де айналаңызға мейірім сыйлап жүруден жалықпаңыз.